Қамаудағы үш дос. Ертегі. Айдын деген бір баланың елден ерекше сүйікті коньки, шаңғы, шана есімді достары болыпты. Айдын оларды қаншалықты жақсы көрсе, достары да оған барынша адал болыпты. Сөйтіп, баланың достары бір бөлмеде тату-тәтті өмір сүріп жатыпты. Олар жалыға бастағанда есікке қарап елеңдеп қалысады екен. Айдын кіріп келе қалған жағдайда барлығы шетінен мен барғым келеді деп жамырап қоя береді екен. Ал Айдын достарын көшеге бір-бірлеп қана шығарып, әр қайсысын жеке-жеке ойнататын көрінеді. Оның бұл мінезіне достарының да еті әбден үйреніп қалған екен. Бәріміз бірдей неге шықпаймыз деген ренжуді білмепті. Бірақ сол Айдынның бұлар түсінбейтін бір мінезі болыпты. Кейде достарын мүлде есінен шығарып, олар жатқан бөлменің есігін ұзақ уақыт бойы ашпай кетеді екен. Ашқан күннің өзінде оларға назар аудармайтын көрінеді. Баланың осы жұмбақ қылығын бөлме тұрғындары әр сан-саққа жүгіртіп ойланыпты. Алғашында олар бұған төзіммен қарап жүрмей ме? Содан бір емес, екі емес, үнемі қайталана берген соң бәрі амалсыздан ойланып қалады. Бізді неге далаға шығармайтын болдың? Депті олар Айдын бөлменің есігін бір ашып қалғанда. Қазір жаз ғой, жазды күні сендерге шығуға болмайды деп жауап береді Айдын. Неге болмайды? Жоқ, сен өтірік алдама. Жұрттың бәріне болғанда бізге неге болмайды? Дейді баланың коньки есімді досы. Айдын жаздың өзіндік ерекшелерін айтып, себебін түсіндіріпті. Бұл жауапқа қанағаттанған сынай танытып, бөлме тұрғандары бір сәт тыныштала қалған екен дейді. Іштері әбден пысса да шыдап жата беріпті. Бірақ қашанғы шыдасын? Уақыт өте келе олардың арасында шынында да біз неге далаға шықпаймыз деген әңгіме қайта өрбіпті. Осы Айдын бізді алдап жүр депті коньки. Қараңдаршы, енді оның ойнататыны біз емес, үнемі басқалар. Кімдер сонда дейді төменгі жақта тұрған шана. Мен мінеки терезеден көріп тұрмын. Ол доп, велосипед тәрізді басқа достар тауып алған. Жаз шықты деп бізді алдап кеткенін көрмейсің? Қойшей депті серейген шаңғы ұзын мойнын созып. Онысы дұрыс емес дейді шана. Сонда Айдынның бұнысы қалай? Қалай екенін түсінбей отырсың ба? Ол ескі сенімді достарын сатып кеткен. Міне солай. Ал ондай адамға не істеу керек? Деп бұрқ ете түседі шыдамсыз коньки. Өзара күңкілдесіп отырып, достардың ойы бұл мәселе жөнінде бір жерден шығады. Өздеріне дала жүзін көрсетпей жүрген Айдынға наразы болады. Не де болса бірдеңе істеу керек. Сонымен жаздың жадыраған жайма шуақ күндерінің бірінде Айдынның жоқтығын пайдаланып үш дос далаға шығып қашып кетеді екен. Аспан айналып жерге түскендей ыстық. Далада қар тұрмақ, қыраудың да нышаны жоқ. Оның есесіне жер беті көк-көк, желкілдеген жас құрақ, жайқалған жапырақтар көздің жауын алады. Ура! Деп айқай салыпты коньки қуанғаннан шыдай алмай. Шынында да мынау нағылған керемет дүние дейді шаңғыда шаттанып. Мен мұндай даланы ешқашан көрген емеспін дейді шанада таңырқағанын жасыра алмай. Осындай кереметті көрсетпей бізден жасырып жүрген Айдынды айтсаңшы, үшеумізді тастап басқалармен ойнап кетті. Барып тұрған опасыздық қой онысы. Бәлем, ол жоқта біз көрсетейік. Сайранды салайық, деді коньки даурыға айқайлап. Солай ақ екен, оның осы сөзін шаңғыда іліп әкетті. Айда, кеттік достар. Сырғанақ тебе алмай әбден зарығып, іш құса болып жүредім. Енді құмарымнан бір шығатын болдым. Ал зауладық. Үшеуі бұрынғы әдеттерімен жазық алаңқайға қойып кетеді. Қыстағыдай тағы да заулай жөнелеміз деп ойлаған ғой. Міне масқара. Үшеуі
дегеннен ақ көк шөпке оратылып мұрттай ұшты. Не болғандарын өздері де түсінген жоқ. Тұра салып көздері бақырайып бір-біріне қараған. Сонан баяғы әдеттермен тағы ұмтылды. Тағы да үшеу үш жаққа шақыр-шұқыр домалап кетті. Ой, бұл не? Ай, бізге не болды? Десті орындарынан ыңырси көтерілген достар. Бірінің маңдайы жарылып, бірінің танауы қанап тұр. Үшіншісінің үсті басы көгеріп қалған. Ауырған жерлерін сипалап, өздері әлі де еш яралар емес. Білдім, деді бір кезде Коньки баяғысындай көсемси сөйлеп. Біз шөп өскен жерде жүр екенбіз ғой. Соған шырмалып құлап жатырмыз. Жүр, онан да анау жазыққа шығайық. Бәсе, бізге не болды десем, ылғи сырғанап жүрген жеріміз. Жүр, кідірбей солай барайық, деп шаңғы да сықырлап қозғала берді. Бұлар енді жазық алаңға шықты. Қыста мұнда мұз сіресіп жататын. Көліктер сирек жүретіндіктен балалар бұл жерді сырғанаққа айналдырған еді. Үш дос жерге табандары тимей жатып алға қарай жарыса ұмтылды. Сол ақ екен шақыр-шұқыр етіп үшеу үш жаққа ұшты. Манағы ма? Жазық жерде аяқтары көктен келіп оңбай құлады. Коньки мен шананың табанынан ұшқын ұшып шаңғының қабырғасына жарықшақ түсті. Көздерінің оты жарқ ете қалған үш дос өздеріне өздері келе алмай біразға дейін есеңгіреп жатты. Сосын ахілеп, ухілеп әрең дегенде орындарынан қозғалды. Бұл не болды? Дейді біріне бірі ыңырси тіл қатып. Енді ойын ойнап сырғанақ тебу жайына қалып, әр қайсысы басымен қайғы болып кетті. Ой, мына түрімізбен бөлмемізге қалай жетеміз, десті үшеуі де. Олар қысқы сырғанақ кезінде де ылғи құлайтын. Бірақ дәл осындай ауырсынбаушы еді. Үшеуінің ішінде ең біріншісі ес жиған Коньки болды. Ол үсті басын сипалап орнынан тұрды да, жалпы негізінен менің сырғанайтын жерім мұз айдыны ғой. Сондықтан мен айдынға қарай кеттім, деді намысқа тырыса сөйлеп. Қасындағылардың қой қайда барасың? Тағы бірдеңеге ұшырап жүрерсің дегенді құлағына дәлген жоқ. Ілбіп басып айдынға жеткен ол ішегін тартып тұрып қалды. Айдын беті айнадай жалтырап көкпеңбек болып жатыр екен. Не деген керемет! Мынау қыстағыдан да жылтыр ғой. Ал енді құйғытайыншы бір, деп Коньки жағалауға жете бере жалтырап жатқан айдынға қойып кетті. Сол ақ екен, ойда жоқта оқыс оқиға болды. Айдынға қойып кеткен Коньки суды шомп еткізіп шымп батып бара жатты. Ой, деп айқайлауға да дәрмені келген жоқ. Заты темір емес пе? Бойын көтере алмастан тұңғиыққа батып жоқ болды. Сөйтіп Конькидің мұз айдын дегені су айдыны болып шықты. Сонан айдын кешкісін үйіне оралса, үш дос тұратын бөлменің есігі шалқасынан ашық жатыр. Еденді тырнай түскен іздер де анадайдан көзге түсіпті. Сол ізбен іздеп шығып, мертігіп жатқан шана мен шаңғыны тауып алады. Солардың сілтеуімен су түбіндегі Конькиді де құтқарады. Сендерді жазда шығармай қойғанымды енді түсіндіңдер ме? Деді айдын түрлері әлем тапырақ болған достарына кезек-кезек қарап. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Қай-қайсымызда сол орнымызды білуіміз керек. Міне сендер айтқанды тыңдамай едіңдер, не күйге ұшырадыңдар? Көрдіңдер ғой. Бұрынғының шалдары ақыл айтуға әуес болушы еді. Енді қазіргінің балалары ақылгөй, деді аузы жеңілдеу Коньки алдымен тіл қатып. Өзінің бүгін суға батып, өліп қала жаздағаны ойында да жоқ. Жоқ, айдынның айтқаны рас екен. Ол келмегенде не күйге ұшырайтын едік, деп шана кемшілігін ұяла мойындады. Кешір айдын, деді сәлден кейін Коньки төмен қарап. Мен сенің сыртыңнан біраз жамандап едім. Сөйтсем, оның бекер болып шықты. Білместіктен айтыппын. Бәрін бастап жүрген мен едім.
Айдын кекшіл бала емес еді. Сондықтан ағынан жарылып шындықты мойындаған жеңілтек досын бірден-ақ кешірді. Міне, содан бері шаңғы, коньки, шана үшеуі жазды күні далаға шықпайтын болыпты. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Рахмет.